Менің есімім Гүлім. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданынан Ақсуат ауылынан келіп отырмыз. Ұлым Арсен 5 баланың 4-шісі болып келеді. Мерзімінен ерте туылды. 34 аптасында туылды және де босану кезінде мойнынан зақым алған болатын. 3 айында уже синдром двигательных нарушений деп қойған болатын. 2 курс массаж тағайындаған болатын. 6 айына дейін одан ешқандай нәтиже болмады, көрмедік. 6 айында ДЦП деген диагнозды қойған болатын. Ондай диагноз туралы алдында естімеген болатынбыз, мүлдем өзіміздің басымызға келеді деп кім ойлаған. 1 жасына дейін мүлдем қозғалмайтын бала болды, қолдарын бір-біріне қоса алмайтын, аузына да апара алмайтын қолын. Одан кейін 1 жасынан кейін уже мануальная терапия. Сондайдан кейін ақырындап қолын аузына қарай апаратын болды. 1 жастан аса, 1 жас 3 айында уже тізелерін бір-біріне қосатын болды, аяғын көтеріп, әйтпесе мүлдем қозғалмайтын да. Одан кейін 3 жасына дейін сол белсенді ауырмай бастады, сол үйренген. Бірақ соның өзінде де басын нықыстамайтын, басын көбінесе шайқайтын, гиперкинетический синдром болған соң. Арсен өз туралы айтып тұрғанын біліп тұр. Басында ойлайтынбыз, осы бір жерге барып, сол алғашында 7 айында Москваға барғаннан кейін, сол барып келгеннен кейін бір жазылып кететіндей сияқты сезінетінде. Бірақ уже балаға қарайсын, 1 жастан асты әлі ешқандай өзгеріс болмаған соң, біраз нете бастайсың. Жан-жақтан тағы да қарқынды ем іздей бастайсың да уже. Міне таяуда ғана көшкеген болатынбыз, Алматы облысынан осы Шығыс Қазақстан облысына көшкеген соң, осы ерекше балалары бар аналардың группаларына қосылып, сондағы аналар айтқан болатын, осы қамқорлық орталығының бар екенін. Сол телефонды ала салысымен хабарласқан соң сразу тіркеді бізді. 1 аптадан кейін реабилитацияға келдік. Қазір міне 2-ші рет келіп отырмыз. 1-ші рет ем алғаннан кейін негізі результаттары жақсы болды. Сөздік қоры толықты, уже нақтырақ, дыбыстарды нақтырақ айтатын болды. Біраз арқасын жақсы ұстайтын болды. Және де басын қатты шайқайтын, бізде гиперкинетический синдром болған соң қатты шайқайтын, қазір басында ұзағырақ ұстайтын болды. Сондай жақсы результаттар көріп, одан кейін міне 2-ші рет жазылдық. 2-ші ретте міне 2 айдан кейін келіп отырмыз. Өзі Арсенге де қатты ұнады. Арсен тайымның өзі асыға күтеді. Қашан барамыз деп таңертең тұра салысымен пойдем заниматься деп маған өзімді тартпақтап тұрады. Біздің ең басты арманымыз, мақсатымыз осы баланы аяққа тұрғызу. Сол аяққа тұрғызу үшін қалыпты балалар сияқты жүгіріп, ойнап, жүріп, секіріп жүретіндей бала қалпына келтіру. Содан басқа арман жоқ негізі. Осы баланы аяққа тұрғызсақ.